Бүгінгі видеода бел неге ауырады, бел ауруының себептері қандай, сол туралы білетін боласыздар. Сәлем құрметті алтындарым, денсаулық үшін каналына қош келдіңіздер. Ал сіз оған дейін каналға тіркеліп лайк басып және де колокольчикті басып қойсаңыздар, менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Беліңіз ауырып, мазаңызды ала берсе, қорықпаңыз. 5 адамның 4-еуі белінің ауырғанына шағымданады. Демек, сіздегі жағдай аса қауіпті емес. Бел ауруы туындайтын себептерді іздеп көрелік. Монитор алдында көп уақытыңыз өтеді. Адам тәуліктегі уақыттың орта есеппен 9 сағатын компьютер алдында бүкірейіп еңкейіп өткізеді екен. Заманауи гаджеттер көбейіп, адамдармен хабар алмасу тым жеңілдеген сайын арқадағы, иық пен мойындағы ауруларды қаптап барады. Жұмыс арасында үзіліс жасап, мойын бұлшықеттеріне жаттығу жасап тұру өте маңызды. Ең қарапайым жаттығу басты күніне 5 рет артқа, алға, екі жанға бұрып отыру. Ет бетіңізбен ұйықтайсыз ба? Ет бетінен ұйықтасаңыз, ол омыртқаға күш түсіреді, ал шалқасынан немесе жанынан жатсаңыз, омыртқаға күш түсірмейді. Егер басқаша көз іле алмасаңыз, онда жамбас тұсыңызға көшік қойып жатыңыз. Ол деген омыртқа мен бұлшықеттің қысымын азайтуға көмектеседі. Тіпті жататын орныңыз тым қатты немесе тым жұмсақ болса да беліңіз ауырады. Темекі шегесіз. Темекі ол өкпе мен жүрекке емес, тек қана зақым келетін. Ол омыртқаға да зиян келтіреді, омыртқаны да зақымдайды. Темекіні құмартқан адамдардың омыртқасы тез зақымданады екен. Никотин омыртқаға қанның баруын баяулатып, оның жарақат алу қаупін өсіреді. Сондай-ақ темекі кальцийді сіңіріп алады да, темекі шегетін адамдардың сүйектері нашарлай бастайды. Көңіл күйіңіз құбылмалы. Адам ауырса, психологиялық өзгерістерде байқалады екен. Ғалымдардың айтуынша, арқасы бел ауыратын адамдар жабырқаулы жүреді екен. Терең депрессияға түскен адамдардың белі тіпті мойыны да ауырады. Адамда стресс болса, арқаның бұлшықеттері жиырылып тартылып қалады. Бел ауруынан құтылу үшін депрессиядан құтылу керек. Екеуінен де құтылу үшін йога деген сияқты сабақтарға жазылып бару керек. Сіз сәннің құлысыз. Биік өкше, биік аяқ киімдер, олар да белдің ауруына себеп болады. Тым жайпақ немесе тым биік киімеңіз, әртүрлі аяқ киімдер киіңіз. Бір аяқ киімді күні бойы киіп жүруге болмайды. Сосын аяқ киіміңіз өзіңізге жайлы болу керек. Жайлы аяқ киім таңдаңыз. Айтпақшы, сөмкелердің де бел ауруына әсері бар. Иыққа асып алатын сөмкелер әсіресе. Сол сөмкелерді бір иыққа асып жүрмеңіз, екінші иыққа ауыстырып жүру керек. Оны үнемі иыққа салып жүру де ол өте қауіпті денсаулыққа, әсіресе беліңізге, омыртқаға. Бел ауырса, адам жатып алуға құмар. Жатқан уақытта омыртқаға күш аз түседі, бірақ та 2 күннен артық жатсаңыз, одан сайын ауыра бастайды. Жаяу жүріп суға жүзсеңіз, белдегі ауру азайып, қан айналым жақсарады. Және де йогаға барып, денелеріңізді созып алсаңыз, ол да белдің ауруына көмектеседі. Осымен бүгінгі пайдалы ақпаратымыз соңына келіп қалды. Каналға тіркелуді ұмытпай, колокольчикті басып кетіңіз. Колокольчикті басып қойсаңыз, мен келесі видеомды сіз бірінші болып көретін боласыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.